Армардақта ғайын, қайырлы күн, қадірменді көрермен, төл арнаның тікелей эфирінде танымды сазды күншуақ бағдарламасы, эфир тізгінінде күншуақ жәмей. Бейсенбі күндеріңіз берекелі өтсін, бағдарламамыз әдеттегідей ән шашу айдарымен бастаймыз, арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, Түркістан қаласында ауыл футбол кап 5-ші республикалық турнирі өтті. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі ауыл балаларынан жасақталған футбол командалары тартысты ойын өрнегін көрсетіп, ақжайықтық аяқдоп шеберлері үздіктер қатарынан табылды. Жас футболшылар бүгін біздің студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Бүгін бізбен сұхбатқа арнайы келген меймандарымызбен Арман Бахманов, Құрман Байсықов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің инженер маманы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар біздің ортамызда жас футболшылар Аңсар Әділбек, Ерасыл Жұмажан, Ерасыл Құрманғазиев, Ерқанат Есетұлы, Бекасыл Амангелді және де Қайсар Ермекқали. Қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды арнап, бағал уақыттарыңызды бөліп, төл арнаның төрінен, күншуақтың студиясынан табылғандарыңызға алдымен үлкен алғысымызды білдіреміз. Керемет жеңістеріңізбен, жетістіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сұхбатымызда осы бір керемет жетістік жайында басталса, Түркістан қаласында өткен тартысты доп додасы жайында толығырақ ақпарат өзіңізден болса, Арман Асқарұлы. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Енді мына Ақжайық телеарнасына ең бірінші алғысымызды айтамыз. Осылай Қарадомалақ ауылдың балаларын шақыртып, бұл балалардың да бір еңсесін көтеріп тастаңыздар. Үлкен алғысым ұжымына алғыс айтамыз. Ендігі мына ауыл футбол кап турниріне шақырту алғанбыз. Турнир дейтін 25-26 наурыз күндері өтті. Біздер енді заранее барып, билет алып, 4 күн сонда жаттым, квартирада жаттымыз, дайындалдық. Турнирге 16 команда қатысты. Қазақстан бойынша жаңағы Алматы облысынан 3 команда, Түркістан облысынан 3 команда, Қостанай облысы, Павлодар облысы, Атырау облысынан, Ақтөбе облысы, Қызылорда облысынан. Турнир өте керемет деңгейде өтті. Балаларымыз вообще енді біздер ондай көп жарысқа шыға бермейміз. Бізге ондай не қиындау ауылда тұрғасын. Барып бір өзіміздің немізді көрейік. Қалай болады екен балдар. Деңгейімізді сынап көрейік деген ниетпен бардыңыздар ғой, Барып турнир өте жақсы деңгейде өтті. Вообще ойлаған жоқпыз, но біздерге солай болған шығар. Финалға шығып, группадан бірінші шығып, финалдық ойындары шығып, енді Қызылорда командасын есе жібердік. Бірақ бұл балдарға үлкен екінші орынның өзі мен чемпион деп санаймын бұларды. Әрине, өте жақсы нәтиже, өте жақсы көрсеткіш. Сіздерге қарсылас болған қай облыстың ойыншылары? Біздерге группада ойнағанда Қостанай облысы Рақат командасы. 2 ойынымызды ұтып, 3-ші ойын, шешуші ойын болды. Мана группадан бірінші я екінші шығуға. Сол командамен қиындау болып, бірақ біздер камбэк жасап ұттық. Группадан содан бірінші шықтық. Және 1-4 финалдық ойында Жылыбұлақ Жамбыл облысының командасымен тоже қиындау болды, тоже камбэк жасап шықтық. Сосын полуфинал, жартылай финалда Ред Сапсанс Алматы командасымен шықтық. Тоже онда камбэк, бәрін камбэкпен ұтып кеттік. Бізге бірінші салат, сосын барып біздер оларға салып, алға шығып. Сол 3 команда қиын болды. Кәдімгідей балалар уже болды, ұтылды-ау деп сондай алысқа барғасын. Олардың еңсесі түссе, сізде бір қобалжып толқып, одан сайын, сондай әсерде болған боласыз? Әсерде болады, ана жерде дейтін уже алыстан келіп, бірақ балдар енді орын алмаса да ойлайсың ғой, енді келіп, мана өздерінің тәжірибелерді алады. Тәжірибе толықтырғаны, басты мақсат. Жақсы өтті енді. Жалпы ауыл футбол кап турнирі ауыл футболы жобасының 5 жылдық аясында өткен болады. Осы ауыл футбол жобасы жайында айтсаңыздар, сіздердің осы жобаның қатарына қосылғандарыңызға қанша уақыт болған еді? Ауыл футбол жобасына біздің қосылғанымызға 1 жылдай болды. Бұл жоба 2019-да басталған екен. Біздер сол былтыр көріп, парақшаларынан көріп,
осыған тіркелуге бола ма екен, соны сұрастырып, олардың өздерінің талаптары бар қойылатын. Сол талапқа сай жұмыс жасасақ, жасасаңдар қосыласыңдар деді. Біз сол талапқа сай жұмыс жасап қосылып, спонсорлық демеушілік нелер алдық, формалар берді, бізге доптар берді, футболға қатысты нелер жабдықтарын берді біздерге дейтін. Қазір сол жобамен жұмыс жасап жатырмыз. Жаңағы осы былтыр өткен тамыз айында халық Open Cup турнирін өткізді. Ең алғашқы турниріміз негізі сол осында қосылғалы. Бір 3 айдан кейін ба сол турнир өтті, Орал облысында өтті. Жалпы ауыл футболы ауылдағы бүлдіршіндердің спортпен айналысуына қандай талап ережелер қояды? Талап ережелер күнделікті жаттығуларды Instagram парақшасына жариялау керек болады, және олардың демеушілік халық қайырымдылық қоры соның рекламаларын жасап салып тұру. Жалпы әлеуметтік желімен жақсы жұмыстану, оқушылардың күнделікті жаттығу барысын, оның жүйелі болып жатқанын бір дәлел ретінде әлеуметтік желіге салу, иә? Үздіксіз дайындықтың болып жатқанын және алдағы уақытта бір жарыс бола қалса, оқушылардың сақадай сай дайын жүргені де маңызды ғой. Маңызды, иә. Сол жағынан олар көп нетеді, талап қояды. Жаңағы жобаға кіргеннен кейін жұмыс жасамай қалмау керек. Жаңағылар бір болады, демеушілік бәрін алып алғаннан кейін ешқандай ешнәрсе жоқ, жаңағыдай команда да жоқ, тренер да жоқ деген сияқты. Біздер енді олай жасап жатқан жоқпыз. Біздерде кәдімгі жасақталған команда бар. Осы футбол академиясында 50 шақты бала тәрбиеленіп отыр қазір. Керемет. Әр возрастта, әр неде. Жас ерекшелігіне байланысты. Жақсы, ал енді бүгін біздің студиямызға келген жас аяқ топшылармен жақынырақ таныс болайық. Сіздер барлығыңыз бір мектепте, бір сыныпта оқиды екенсіздер, иә? Ал енді өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер, біздің көрерменге кім бастайды? Аңсар, өзің бастасаң, микрофон Аңсардың қолында екен, өзіңді таныстырып өтсең. Мен Есетұлы Ерғанат. Құрман Байсеқов жалпы орта білім беретін 6 сыныбында оқимын. Біздің ең бірінші жарысымыз республиканың Түркістанда өтілген. Түркістанда өтті, иә? Түркістанға барғанда қандай әсер алдыңдар? Қала ұнады ма? Алғаш рет барып тұрсың, иә? Қандай әсер сыйлады саған? Жақсы. Жақсы, ұнады, иә, барлығы? Енді мынау футбол жайында айтсаң, жалпы футболға қатысып жүргеніңе қанша уақыт болды? Футбол қатысып жүргеніме 1 жыл болды. Мен позициям қорғаушы. Қорғаушысың, иә? Иә. Қорғаушының міндеттері қандай? Артта ойнайды, шештеді. Қақпаны қорғау керек, иә? Иә. Керемет. Ал енді өзіңнің осы бір басқа спортқа қарағанда футболды ерекше ұнататыныңды байқадық. Осы футбол саған несімен ұнайды? Басқа спорттардан айырмашылығы, артықшылығы қандай? Жақсы, Түркістандағы жарыс жайында айтсаң. Қай облыстың командаларымен ойнадыңдар? Қай жақтың спортшылары мықтырақ екен? Рахат командасы және Ред Сапсамыз. Қай облыстың? Қостанай, Алматы. Жақсы, керемет, рахмет. Жігіттер, жалғастырайық, өздеріңізбен де жақынырақ таныс болайық. Мен Амангелді Бегасыл Батырбекұлы, Құрман Байсеқов атындағы жалпы білім беретін мектепте оқимын. Мен 6-шы А класының түлегімін. Керемет. Мен футболға қатысып жүргеніңе қанша? Футболға қатысып жүргеніме 1 жыл болды. 1 жыл болды, иә, керемет. 1 жылда қандай жетістіктерге жетіп жатырсыздар? Қандай жарыстарға бардыңыздар? Түркістанға бардық және өзіміздің Орал қаласында өткен жарыстар, Орал иә? қаласының өткен жарысына бардық. Көптеген жетістіктерге жеттік. Керемет. Енді осы Түркістандағы жарыс жайында айтып берсең, қалай болды? Саған ұнады ма? Қанша күн жол жүріп бардыңдар? Түркістанға біз 2 күн пойызбен жүріп бардық. Түркістан өте керемет, әдемі қала екен. Ұнады ғой сіздерге, иә? Жарыс қалай болды? Қорқып, қобалжып барған боларсыздар, иә? Иә.
Алғашқы үлкен жарыс, үлкен дода. Иә. Ал енді жеңіске жеткенде қандай сезімде болдыңыздар? Өте қатты қуандық. Ерекше сезімде болып, Ерекше сезімде қуаныштарыңызды бір-біріңізбен бөлістіңіздер ғой, иә? Ең бірінші жеңіске жеткеніңде ата-анаңа хабарласып айттың ба? Иә. Кіммен бөлістің? Әжемен. Керемет. Рахмет. Өздеріңізбен де таныс болсақ, микрофонды қолыңызға алайық, көрерменге өздеріңізді таныстырсаңыздар. Мен Жұмажан Ерасыл Бауыржанұлы. Құрманбай атындағы орта жалпы білім беретін мектепте оқимын. 6 сынып оқушысы. Мен футболға қатысып жүргеніме 4 жылдан асты. Мен осы уақытта көптеген заттарға жетістіктерге жеттім. Күнделікті қанша уақытты футболға арнайсыз? Дайындық қай уақыттарда болады? Дайындық аптасына 4-5 рет. 4-5 рет, иә? Тіпті күнде деп айтуға болады, иә? Иә. Кешкі уақыт, сабақтан кейін, иә? Иә. Енді осы футбол сіздердің сабақтарыңызға кедергі келтірмей ме? Жоқ. Сабаққа да, спортқа да уақытымыз жетеді. Үлгересіздер, иә, Иә. барлығына? Сабақ өте жақсы ғой? Иә. Өте Жақсы. жақсы. Ал енді Түркістандағы жарыс жайында. Өзіңнің ойыңды айтсаң, қалай болды? Саған ұнады ма? Түркістандағы жарыс. Маған өте ұнады. Түркістан әдемі қала екен. Біздің ең бірінші республикамыз үлкен жарыс болғандықтан қобалжу болды. Бірақ біз финалға шығып, 2-ші орын алдық. Жақсы нәтижеге қол жеткіздіңіздер, иә? Иә. Керемет, рахмет. Өздеріңізбен де жақын таныс болайық. Менің жанымда Ерасыл, өзің айтып өтсең, өзіңді таныстырсаң. Ерасыл Ерланұлы. Құрманбай атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде 6 А классында оқимын. Мен футболға қатысқаныма 5 жыл болды. Керемет, 5 жыл уақыт болды, иә? Мен позициям шабуылшы. Шабуылшының міндеттері Алды команданың өзін алдыңғы қатарда қарсыластың қақпасына доп салу, иә? Иә. Осы Түркістанда өткен жарыста қанша доп салдыңыздар? Мен өзім 8 гол салдым. Ой, бәрекелді, керемет. Қалай болды? Қиынға соқты ма 8 доп қарсыластың қақпасына кіргізу? Қатты емес. Қатты қиынға соққан жоқ, иә? Иә. Жеңіл болды демек. Тағы қандай ерекшеліктер болды? Түркістан қаласы жайында айтып берсең, қаланы алғаш көрдіңдер. Жарыстан бос уақыттарыңда мүмкін қаланы аралап көрген боларсыңдар. Иә. Қожа Ахмет Яссауиға және караван сарайын араладық. Микрофон сәл жақындатып айта қойсаң, тағы да қандай ерекше нысандар, ерекше ғимараттар бар екен? Жаңа қала көрдік. Тарихи нысандармен таныстыңыздар, иә? Жақсы. Қайсар, өзің жалғастырсаң, көрермендерге таныстырып Менің атым Ермекқали Қайсар Қайырбекұлы. Мен өзім Құрманбай атындағы орта білім беретін мектебінде 6 А сынып оқушысымын. Менің осы футболға қатысып келе жатқаныма 2-3 жыл болып қалды. Мен сол 2-3 жыл болып келе жатқанына көптеген жетістіктерге жеттім. Мен осы ең алғашқы республиканский жарысымызға келдік. Ол ең бірінші республиканский жарысымыз болғаннан кейін қобалжу болды. Дегенмен жеңіске жеткенде ол қорқу, қобалжу сезімдерінің бәрі жойылып, қуанышты болдыңыздар ғой, иә? Иә. Қандай командалар жайында айта аласың? Қай жақтың ойыншылары басымырақ болды? Бізге Рахат командасы өте қиын болды. Ол ойын бізге өте тартысты ойын болды. Сонымен қатар Рахаттан басқа Жылыбұлақ командасы өте жақсы ойнайды екен.
Рахат командасын жалпы қандай есеп бойынша аяқтадыңыздар ойынды? 2-1 шотымен ұттық. Жақсы, рахмет. Жалпы енді Арман Асқарұлы, ауылдың балаларын футбол ойынына баулып, үйретіп жүргеніңізге 5 жылға жақын уақыт болған екен. Команданың аты А10. Бұл не себепті А10 деп қойылды? Бұл сұрақты енді көбі қояды. А10 деген ол не мағына береді деп, бұл енді нақтырап айтсақ, А деген енді Арман, өзім есімім, 10 деген өзімнің артында, футболканың артында тұратын санымыз. Бұған дейін өзіңіз де футбол ойнадыңыз, сол уақыттағы сіздің реттік саныңыз, е? 13 номер болды менде көбіне. Соны мен құрып атқан кезде қандай атын қоям, жаңағы тайпақ деп қояйын ба, соны ойластырып келіп, соны А10 футбол академиясы деп қойыншы, ерекше болсын жаңағыдай. Сосын көбі сұрай береді ғой, ол қалай, не қалай деп жаңағыдай. Сөйтіп құрылды, бүлдіршіндер тәрбиелеп көрейінші деп, қандай жетістікке жетіп көреміз, қай жерге дейін бара аламыз, деңгейіміз қандай болады деп. Енді алғашқы жарыстарымызды ауданнан бастадық. Ауданнан орын алып жүрді, 2-ші орын алдық алғашқы. Содан кейін облысқа шақырту ала бастадық. Жаңағы бұрынғы таныс жігіттерім бар, қазір футболмен айналысқан тренер уже олар. Солар шақырту жіберіп, облысқа келіп, енді сразу алған жоқпыз да. Бәрі сразу болмайды ғой. Жеңіліс болады. Жеңілістің артында жеңіс тұрады. Облысқа келіп, 3 рет Наурыз кап турниріне келдік, 3-ші орын алдық. Каникул кап турниріне келдік, осы 24-ші жылы тоже 3-ші орын алдық. Сосын халық Open капқа қатыстық тамыз айында, жаңа айтып өткендей. Одан енді 4-ші орын алып қалдық. 8 команда қатысып, 4-ші орын алып. Бірақ сонда да біз жолдама алдық Алматы облысына, финалдық ойынға. Бірақ оған біз бара алмадық, жаңағыдай қаражатқа байланысты, ол жаққа біз бара алмадық. Бірден бір сәттілік жеңіс бола бермейді. Сол жарыстардың барлығы біздің жас спортшыларға тәжірибе сыйлайды ғой, е? Иә, тәжірибе сыйлайды. Балалар ойнаған, жарысқа қатысқан сайын тәжірибе ала береді ғой. Рахмет. Біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге көрермендерден келген хабарлама бар екен, оқи өтейін. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, Ақжайық ауданы. Сіздердің бағдарламаларыңызды қарап, қатысушыларды танып қалдық. Сөйлеп отырған Арман Бахманов Тайпақ ауылында тұратын Сабыр мен Толқын деген күйеу бала мен сіңіліміздің ұлдары. Өте қуаныштымыз, үлкен биіктерден көріне берсін, жолдары болсын, әрдайым жеңіс тұғырынан көрінсін. Ортада Құрманғазиев Ерасыл деген баламызда отыр екен, қуаныштымыз. Астана қаласынан жазып отырмын деп біздің көрермендерімізден әдемі ақжарма тілектер келіп жеткен екен. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасы Ақжайық арнасының тікелей эфирінде өтіп жатқан еске саламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың меймандарына қояр сауал, жолдар ақжарма тілектеріңіз болса, төменде көрсетілген байланыс номерлеріне хабарласа аласыздар. Мазмұнды сұхбатымызды әуезді әннен кейін жалғастырамыз. Төл арна қосулы болсын. Қымбатты көрермен, тікелей эфирдегі сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің студиямызға келіп жайғасқан жас өрендермен жақынырақ таныс болыңыздар. Жанәділ Райхан, Шынболат Мизамғалиев, Әскер Сағадиев, Бағдаулет Мәдениет, Ерсұлтан Сайын және Жанәділ Әмір. Қош келдіңіздер. Көргенімізге шынайы қуаныштымыз. Енді өздеріңізбен жақынырақ таныс болсақ, А10 футбол академиясының жас футболшылары өздеріңізді біздің көрерменге таныстырып өтсеңіздер, Түркістан қаласында өткен республикалық турнирден алған әсерлеріңізбен бөліссеңіздер. Мен Райхан Жанәділ Әнуарұлы. Мен Құрман Байсық мектебінде оқимын. 6-шы Б класында оқимын. Футболға қатысып жүргеніңе қанша уақыт болды? 3 жылға жақын, қатысып жүргенге жақын болды. 3 жылға жақын уақыт болды, е? Түркістан қаласындағы жарыс жайында айтсаң, қалай болды? Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Бір 3 ай, 2 айдай дайындалдық. Қалай болды?
Қорқып қобалжып бардыңыздар, дегенмен өте жақсы нәтиже көрсеттіңіздер, Иә. Түркістан қаласында не ұнады сіздерге? Караван Сарай. Караван сарайы, кесенесі. Кесенесі. Әрі жарысқа барып, әрі жаңа қаламен таныстыңыздар, иә? Керемет, рахмет. Өздеріңізбен де таныс болайық. Микрофонды қолымызға алайық. Мен Әмір Жаңадыл Жандасұлы Тайпақ ауылының Ахмет Байтұрсынов атындағы мектебінде оқимын. Мен осы ауын футбол академиясына қатысқаныма 2 жылдай болды. Біз Түркістан қаласына 2 ай дайындалдық. Сол дайындықты ақтадық. Біз Түркістанда 2-ші орын аламыз деп ойламадық. Ойламаған жерден бұйырып финалда есе жібердік. Керемет, біздің енді студиямызда әдемі марапат әкіп келген екенсіздер. Бұл кімнің жетістігі біздің командамызда? Ерасылдың, иә? Ерсұлтан. Ерсұлтанның жетістігі. Ерсұлтан, өзің бізге таныстырып өтсең, бұндай нәтижеге қол жеткізу қандай әсер сыйлады саған? Менің атым Сайын Ерсұлтан Қайратұлы. Мен ауын футбол академиясының ойыншысымын. Осы үздік қорғаушыны мен басқа командаларға қарсы ойында өзімді жақсы нәтижемен көрсеткен болатын. Сол үшін маған үздік қорғаушы дегенді берді. Қорғаушының міндеттері қандай, айтып өтсең? Қорғаушының міндеттері басқа командадан өзінің қақпана гол жіберіп қалмау. Артық жерде жүріп, бастысы қақпаны қорғау, иә? Қақпаны қорғау. Қақпашыға қолғабыс болу деп айтсақ та болады ғой. Жақсы, футболға қатысып жүргеніңе қанша уақыт болды? Футбол спорты несімен ұнайды саған? Футболға қатысып жүргеніме 4 жыл болып қалды. Футбол маған бұрыннан бері маған футбол үйірмесі ұнайды. Қандай ерекшеліктер бар басқа спорт түріне қарағанда? Футболда барлық денең қозғалады, іс-әрекет істейді. Шынығып шымыр боласың, иә? Иә. Шынболат, өзіңмен де таныс болсақ? Менің атым Мизамғали Болат. Мен Құлман-Басиев мектебінде оқимын, 5-ші А сыныбы. Мені футболға қатысып жүргеніме 5 жыл болып қалды. Өзің 5-ші сыныпта оқисың, 5 жыл болды. Демек сен спортпен мектепті бір уақытта бастадың, иә? Керемет. Қандай нәтиже бар? Қандай жетістіктер жайында айтасыз? Біз ең алғаш біз республикалық жарысқа келдік. Республикалық жарыс, басқа қала, өзге де аймақтың өздерің сында ауыл балаларын көрдіңдер. Қандай әсер сыйлады? Қандай тәжірибе алдың? Өте жақсы. Ұнады ғой саған демек? Ә? Жақсы. Рахмет. Бақдәулет, өзіңмен де таныс болсақ. Мен Маданет Бақдәулет Өркенұлы. Мен осы футболға қатысып жүргеніме 5 жылдай болды. 5 жыл болды. Біз республикалық жарысқа ең алғаш рет келіп қатыстық. Сөйтіп, біз 2-ші орынды ойламаған жерден алып кеттік. Бізде көбінесе қорқыныш болды. Дайындық барысында ағайларыңыз сіздерге қандай талап қояды? Көбінесе. Жаттығуларды жібермеу керек, күнделікті дайындық болу керек деген секілді талаптар бар шығар? Көбінесе тренировкадан қалып қоймаңдар дейді. Тағы қандай талап, ережелеріңіз бар? Жақсы, Әскер, өзің де айтып өтсең? Мен Сағадиев Әскер Абайұлы. Мен Жұбан мектебінде оқимын. Мен футбол қатысқан 5 жыл болған.
турнир өте қиын болған. Екінші орын арена алдық. Ең қиын команда сол рахат болған. Және Ред Самсанс. Жақсы. Рахмет, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге көрермендерден хабарлама келген екен. Оқи өтейін. Қайырлы күн, күншуақ бағдарламасы Ақжайықтың жігіттеріне сәттілік тілеймін, тек биіктен көрінсін балалар. Батыс Қазақстан облысының атын шығарған жігіттер жарайсыңдар. Қазақстанның атын шығаруына тілектеспін. Ақжайық ауданы Чапаев ауылының тұрғыны Сариева Бибігүл ханымнан әдемі хабарлама келген екен. Сәлеметсіздер ме? Біздер Қайсардың нағашыларымыз, Қайсар баламызға және оның командасына алдағы уақытта осындай жүлделі орындар бұйыра берсін, алар асулары көп болсын деп тілейміз. Республика деңгейінде екінші орын алу үлкен жетістік. Осы деңгейде балаларды жеткізген арман ағайларына көп-көп рахмет, жеңісті күндеріңіз көп болсын деп келген хабарлама екен. Сәлеметсіздер ме, құрметті Ақжайық ұжымы? Жұбан Молдағалиев атамыз айтқандай, Тайпақ деген бір жер бар. Ауылда өсіп-өніп жылдар бойы жинаған тәжірибесін өз миссиясына айналдырып, келешек ұрпаққа керемет мүмкіндіктің есігін ашқан нағашы ағам Арманға үлкен алғыс айтқым келеді. Сіз керемет бапкерсіз. Командаңыздың жетістігі сіздің еңбегіңіздің нәтижесі. Команда құрамында өзінен өнген баласы нағашы Ерлан Назира жеңгеміздің жиеншары әдемі ойын көрсетіп бір марқа айтып тастады. Арман аға, сіздің жаттықтыру әдістеріңіз ойыншыларды жігерлендіріп, олардың шеберлігін арттырады. Тек алға, құрметпен Маңғаз Маңғыстау, Ақтау қаласынан ай көркем. Бүгінгі интервью жүргізіп отырған жүргізуші қызымызға сәттілік деп керемет Астанадан, Ақтаудан сіздерді тамашалап отқан көрермендер әдемі тілектерін жеткізіп жатыр екен. Сонымен қатар бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Жауап бере кетсек. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, қай жақтан хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіз ба, мен Тайпақ мектеп гимназиясының оқушысы Маданет Бағдаулет Өркенұлының сынып жетекшісі боламын. Осы ауын футбол командасының қатысушысы, жеңістерімен шын жүректен құттықтаймын, қуаныштымын, бапкеріне алғысым шексіз, тек биік белестерден көрініп, бағындыра берсін деймін, үлкен жетістіктерге жете берсін. Біз қуаныштымыз. Сәттілік серіктері болсын алдағы уақытта. Керемет, рахмет. Хабарласып жатқан көрерменімізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал енді толассыз келіп жатқан хаттар легін әрі қарай оқуды жалғастырайын. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Мен А10 командасының ойыншысы Құрманғазиев Ерасылдың анасы боламын. Балаларымыз Арман ағайларының еңбегін ақтап жеңіске жетті, өте қуаныштымыз. Әрине, бұл жеңіс оңай жолмен келген жоқ, бірақ үздіксіз жаттығулар мен маңдай терлермен осы сәтке жетті. Балаларымызға тек қана сәттілік тілейміз. Осы қуанышымызбен бөлісіп отырған Ақжайық телеарнасына, Күншуақ бағдарламасына көп-көп алғысымды білдіремін деп әдемі хаттар келген екен. Қайырлы күн, жас футболшыларға сәттілік тілейміз. Қайсардың бөлелері Алматы қаласынан дейді. Керемет, бүгін біздің көрермендеріміз Алматыдан, Астанадан, Ақтаудан жазып жатыр екен. Сонымен қатар өзіміздің сіздердің жерлестеріңіз Ақжайық ауданы Тайпақ ауылынан да келіп жатқан әдемі хаттар таусылар емес. Енді өзіңіз Арман мырза, А10 командасының бір ерекшелігі жайында айтып өтсеңіз, жаңа айта қалдыңыз, 50-ден астам қатысушы бар, иә? Жалпы балаларды қай сыныптан бастап қабылдайсыз? Бізде жас ерекшелігі 5 жастан басталады. Қазір 5 жастан 16 жасқа дейін қабылдаймыз. Жалпы команда жайында тағы бір мәрте айтатын боламыз. Бізді күтіп қалған көрермен бар екен. Байланысқа қоссаңыздар. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Алло. Сәлеметсіз бе. Күншуақ бағдарламасының көрерменімін. Мен мына қайырлы күн. Мына бағдарламада менің құда балам қатысып отыр, Бағдаулет деген. Өзім ақ жол тілеп осы. Жолына ақша беріп құдағайға. Тілек білдіріп едім. Бағдаулет қақпашы, бәленбай жылдан бері қатысып келатыр. Алла денсаулық тілеймін. Осы жерде отырған мына бірге қатысып отқан жолдастарына да денсаулық тілеймін. Жолы болсын. Мына керемет тренерге риза болып отырмын. Әрдайымда жолдарым ашық болсын. Биік шыңды ала беріңдер. Мынандай бағдарламадан, телевизордан көріп отқаны қуаныштымыз.
балдардың Керемет. бәрі мықты денсаулық, ақ жол тілеймін. Аман болыңдар. Әмин. Керемет, үлкен рахмет. Арман Асқарұлы, жалпы енді әрине жаттықтырушының еңбегі, жеңістің барлығы сіздің еңбектің нәтижесі деп айтсақ артық болмас. Жалпы жаттығу барысында оқушыларға, шәкірттеріңізге қандай талап қоясыз? Ең бірінші талап жаттығуды қалдырмау. Ең мақсат бізде сол біріншіден. Екіншіден бізде дейтін әртүрлі жаттығулар деңгейі болады, әр балаға жас ерекшелігіне байланысты. Сол бойынша жаттығады, соны дұрыс жасау керек, жаңағы просто келіп кету емес, келгеннен кейін жаңағы берілген, қойылған талаптарды орындап, Нәтижеге жұмыс жасау керек. Нәтижеге жұмыс жасау керек. Өз үшін жасау керек біріншіден, екіншіден командаға жұмыс жасау керек. Мен сол балалар арқылы, сосын менің жетістігім, менің еңбегім бағаланады. Дұрыс айтасыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, жауап берсек. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкумдер. Сәлеметсіз бе? Күн шуақ бағдарламасы. Алло. Даусыңыз жақсы естіліп тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен? Қайырлы күн. Сәлеметсіз ба? Күн шуақ бағдарламасы. Мен жаңағы ауыл командасын құттықтағым келіп отыр. Осындай үлкен жетістікке жеткеніне. Арман Асқарұлына көп рахмет. Мен Сағадиев Аскердің әкесі болам, Абай деген. Балдарымызға сәттілік, осындай сізге рахмет, осылай үлкен бағдарламаға шақырып, осындай Ақжайық ауданының, Батыс Қазақстан облысының беделін көтерген, тұңғыш рет қатысып отқан ауыл командасына мың алғысымыз білдіреміз. Бүлдіршіндер балдарымызға сәттілік, биік шыңнан көрілсін, көптеген жарыстарын. Көрерменмен байланысымыз үзілген секілді. Керемет тілектерін жеткізіп жатқан көрермендерге алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар әлеуметтік желідегі WhatsApp әлеуметтік желімізге келіп жатқан хабарламаларда бар екен. Оқи өтейін. Сәлеметсіздер ме? Мен Жұмажан Ерасылдың анасымын. Балаларымыз жарады, биіктерден көрінсін, Тайпақ ауылымыздың атын шығара берсін дейді. Сәлеметсіздер ме? Бізде Ерсұлтан жиенімізді көріп қуанып отырмыз. Тек биіктерден көріне берсін, осы командаға сәттілік тілейміз. Сәлеметсіздер ме? Ақжайық телеарнасының тілшілері және Ақжайық халқы. Менің қояр сұрағым осы АОН клубының болашақта қатардағы мектеп лигасы араларында ойын көрсетуі жоспарда бар ма деп біздің көрермендерден тілектермен қатар сауал да келген екен. Өзіңіз жауап бере кетсеңіз, болашақта қатардағы мектеп лигасы аралығында ойын көрсету жоспарда бар ма деген сауал. Бұл жоспарда былтыр негізі ойда болды, мектеп лигасына қатысу туралы. Бірақ мектеп лигасына жаңағыдай тек қана мектептің атынан шығатын болғасын біздер былтыр қатыспадық. Оған жаңағы жеке клубтар, я болмаса осыландай ашылған академиялар жалпы жіберілмейді екен. Біздің білуіміз бойынша. Енді балаларды мен қарсы емеспін. Өз мектебінде оқыған, Құрман Байсейхов мектебінде оқыған бала, сол өз жас ерекшелігіне мектеп лигасы болып жатса, әрине қатысуға болады, мектептің атын қорғап шығуға. Оған мен қарсы емеспіз. Оны біз былтыр ойластырып қойғанбыз. Енді биыл Алла қаласа болу керек, осы сәуір айында я мамыр айында балдарымызды жіберуге дайынбыз. Жақсы, біздің бағдарламамыздың аяқталуына да бірер минуттар қалған екен. Алдағы жоспарлармен бөлісе өтсеңіздер. Алдағы жоспарымыз жаңа Түркістан қаласына дайындалуға біздер ауданға барып апта сайын дейтін ата-аналардың көмегімен, қаражатымен ауданда Кунаев академиясы бар, солармен жолдас кездесулер өткізіп дайындалғанбыз. Сол командаға үлкен рахметімді айтамыз. Бізді дайындап қолдау білдірген. Қолдау білдіріп, ендігі алдағы мақсатымыз балаларды әрде қарай жаттықтыра береміз. Балаларыма сәттілік тілеймін, шәкірттерге. Енді алдағы жоспардың халық Open Cup келе жатыр.
маусым айында 2014-2015 жылғы балдарды алып барамыз бұйырса. Ақтөбе, Алматы қаласы деп екі қаланың біреуі шешіледі. Сол жаққа жол тартамыз енді. Үлкен мақсат әрине сол тұр. Сосын үміт лигасы тұр. Ол дейтін 2016-2017 жас өспірім бүлдіршін бір оқитын балалар, екі оқитын балаларға. Соған дайындық. Жақсы, рахмет. Көрермендерден келген әдемі тілектерді оқи өтейін. Сәлеметсіздер ме? АОН командасындағы жиенім Аңсар Әділбекті жеңісімен құттықтаймын. Сәттілік алдағы уақытта. Жаттықтырушысы Арманға да шығармашылық табыс тілейміз деп керемет тілектер келген екен. Сәлеметсіздер ме? Күншуақ бағдарламасы сіздерге алғысымыз шексіз. Тайпақ ауылының Тайпақ мектеп гимназиясының оқушысы, сыныптасымыз Мәдениет Бағдәулетті және командасын жеңісімен құттықтаймыз. Қайырлы күн, АОН командасы жарайсыздар, алар асуларыңыз жетер, жетістіктеріңіз көп болсын. Аман келді. Бекасылдың анасымын, жаттықтырушысы Арманға алғысым шексіз. Ақжайық арнасы жұмыстарыңызға табыс тілеймін деп әдемі тілектер келген екен. Осындай керемет ақжарма тілектердің легіне біз де қосыламыз. Жетер, жетістіктеріңіз көп болсын. Шақыртуымызды қабыл алып, төрімізден табылғандарыңызға үлкен алғыс. Сіздерге де рахмет. Көрермен, Күншуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.